Сәлеметсіздер ме? Мәдени генетикалық код ұлт негізі тақырыбындағы сабақтың екінші бөлімін бастаймын. Бүгінгі бөлімде қарастыратын негізгі мәселеміз мәдени генетикалық кодты сақтаудағы тілдің маңызы, немесе тілді идентификациялау, өзін-өзі тану құралы ретінде қалай қолданамыз, және бүгінгі күні тіл алдында, тілдің дамуы алдында тұрған кейбір мәселелердің аспектілеріне тоқталамын. Толық тоқталу өте мүмкін емес сабақ бөлімінде, тек мен өзім қалай көремін. Слайдтағы көрсетілген глоссарий түсіндірме сөздіктерге көңіл аударып алыңыздар, өйткені олар бізді сабақтың шынайы мәнін ашуға көмектеседі. Сабақтың бірінші бөлімінде мәдени генетикалық код ұғымын танысып, оның ұлттық болмысын сақтаушы ретінде атқаратын қызметін сөз еттік. Алашахан және көп бөрілер туралы аңызды ішіндестіріп, ішкі астарына үңіліп, өз болжам пайымдарымды айттым. Әрине, менікі аяқталған болжамдар емес, олар әртүрлі бола беруі мүмкін. Мәдени генетикалық код мен кіммін деген сұраққа жауап береді. Өзін басқалардан ажыратуға біздер, тырнақшаның ішінде, және бүтіндер, ол да тырнақшаның ішіндегі сөз, деген ұғым қалыптастырып, идентификациялану арқылы өзі қандай мәдениет өкілдерімен ажырамас құрамдас бөлу екенін көз жеткізе алады, басқаларға көз жеткізеді. Мұның басты құралы тіл. Ұлттық бірегейліктің белгісі де ана тілі, біз үшін қазақ тілі. Енді ұлттық тілдің мәдени генетикалық кодымызда сақтаушы, жеткізуші ретінде бір рөлі туралы сөз қозғайық. Екінші слайдта көңіл аударыңыздар. Тіл, сөз біздің өмір сүруіміздің ең басты құралы. Жазудың пайда болуы әлемдік өркениеттің дамуының зор серпілісін тудырған болатын болса, ол дау тудырмайтын мәселе. Бұның бәрі сөздің нәтижесі. Ойдың жеткізілуі, қағазға, тасқа басылуы, бүгінгі күнде компьютер таспасында басылып жатқан сөздеріміз, жеткізіліп жатқан ақпараттарымыз бәрі осы сөздің жемісі деп қарастыруымыз керек. Демек, ұлттық тіл ең басты идеолог, ұйымдастырушы, ұлт ұйытқысы қызметін атқарады, атқарып береді, болашақта атқара бермек. Тілдің жойылуы, ұлттың жойылуы, яғни генетикалық кодтың өлуі. Сондықтан да осы ұлттың мүшесі екендігімізді білдіретін тіл, ұлттық тіл біз үшін қазақ тілі сақталу керек, және ол әр уақытта даму үдерісінде болу керек. Бізге жеткен ұлттың мәдени мұрасы осы ұлт тіл арқылы сақталып келді. Тіліміздің дамуы мен жетілуі арқылы асыл қазынамызға еленіп отырмыз. Ұлттық ерекшелігіміздің қайнар көзі, жалғастырушы, ғасырлар мұрасының аманатын сақтаушы тіл. Қазақ тілінің байлығы, тереңдігі біздің бойымыздағы, тегіміздегі ең құдіретті күш. Тіліміз мақалда айтылатындай сүтпен сіңіп, сүйекпен кетеді. Бұл өте терең мағынасы сөз түсінген адамға. Ал енді осы тілдің құдірет күші сол, бірінші бөлімдегі мысалға келтірген аңыздар туралы бізге тіл арқылы жетті. Әйтпесе біздің фольклорлық шығармаларымыз, дастандар, батырлар жыры, ертегілер, мақал-мәтел, нақыл сөздер, мен сөйлеу дәстүрі, осының бәрі, астарлап сөйлеу дәстүрі, осының бәрі біздің тілдің құдіретін, тіліміздің байлығын, тіліміздің біздің идентификацияланушы құрал ретінде өзінің рөлін атқарғандығының белгісі. Мысалы, осыған бір жаңа мысал келтіріп кетейін. Тілдегі біз кейде көзге түсе бермейтін, бірақ қарайтын. Қобыланды батыр жыры, бана екінші аңызға байланысты айтайын деп отырмын, көк бөрілер туралы. Қобыланды батыр жыры 15-ші ғасырда дүниеге келген жыр. Оның кейіпкері тірі болған тарихи тұлға, оның әйелі қыз құртқа. Құртқа деген ана бөрі деген сөз. Міне ортадағы мыңдаған жылдар салса да, біздің жадымызда жатталып, оның маңыздылығы, сакралдылығы, қасиеттілігі жоғалмай жеткен ұғымдардың белгісі ретінде. Енді тіл төңірегіндегі бүгінгі күнде туындаған мәселелерді сөз ететін болсақ, біздің тәжірибеміз нені көрсетіп отыр? Біз қалай өмір сүріп отырмыз? Болмыс сананы билейді дейді ғой. Осы тұрғыдан келген кезде ұлттық көрсеткішіміз тіліміз қазір жаһандану,
интернет дәуірінде өзінің қорын байытып бізге икемдеуге тиіс. Тіл икемделмесе, ол қажеттіліктен қалып қояды. Ғылыми техникалық прогрестің жетістігі немесе 21 ғасырда ақпарат заманы дейміз. Ал ақпараттар жаңа тілдерден бізге келіп отыр. Жаңа сөз, жаңа тіл дегеніміз бұл интернет құралдарының оған бекітілген функцияларды түсіндіретін сөздер. Бұл белгілі бір ұлттың тілі емес. Түбірі латын тілінен көбіне шығып жатыр. Ал кейбіреулері аббревиатура дейміз. Басқа әріптердің жиынтығы немесе қысқа ғана сипаттама беретін сөздің үзіндісі ғана алады. Бұлардан біз жатсынбай өз тілімізге қолдануымыз қажет. Бұл өте маңызды болып отыр. Әрине мен басқа аспектілеріне тиісіп айтайын деп тұрған жоқпын, ол өте көп. Біз сондықтан да ой тілін қылғанда тілден қолдық деген ұғым, егер ғылыми техникалық тілді меңгеруге қатысты айтылса, ол қате ұғым. Керісінше, егер біз ғылым мен техниканың бағанағы Word, сайт, бот деген сөздерді қолдану, немесе мынау бізге ыңғайлы формалардағы басқа шрифт деген сөздердің қолдануымыз, бұл бізге қайта тілімізді үлкейтеді, дамытады, оның аясын кеңейтеді, және түсінікті болады. Ақпараттық сауаттылық, компьютерлік сауаттылық бүгінгі күнде жас кәрімізге бәрімізге бірдей болды. Біреуміз өмір қажеттілігімен қолданып жүрміз, біреуміз қызығушылықпен қолданып жүрміз. Ең бастысы мектеп аясында ғой, оны міндетті түрде қолданып отырмыз. Онсыз біз әлемдік, жаһандық үдерісте өзіміз жоғалтып аламыз. Ана тіліміз сақталсын, және ол күшейсін дейтін болсақ, оның қолдану аясын кеңейтуіміз керек. Ал кеңейту сөздік қордың кеңеюі, ұғымның кеңеюі, ұғымның кеңеюі, ойдың кеңеюі, біздің іс-әрекетіміздің, харекеттеріміздің барлық саласын қамтитын тіл. Ал ғылым мен техникада дәл солай біздің барлық өмір саламызды қамтыды. Жан-жақтарыңызға қараңыздар, қолдарыңызда отырған сотқа қараңыздар, телевидениенің жаңа формаларына қараңыздар, бәрі осының айғағы дәлелі ретінде келтіруге болады. Үшінші слайдқа қарайық. Біздің тілдеміздегі сақталып келе жатқан бір проблеманың бірі бірегейлігі маргиналдардың пайда болуы. Әрине бұл кеңес дәуіріндегі орыстандыру саясатының зардаптары дейік, соны біз әлі толығымен жеңе алмадық. Кейбір адамдардың бойында ол космополиттер емес, космополиттер деген үлкен ұғым, оған басқа бір сабақтар арнарымыз. Кезінде маргиналдар қоғамнан тыс қалғандар, өз ұлттық мәдениетінен қол үзгендер. Олардың ұраны бойынша қазақы бала емес деген, орысша оқымасаң адам болмайсың деген бұрынғы өлген түсініктердің орнына бағанағы мен айтқан ғылым мен техникаға ұмтылуға осы орыс тілін қолдану ыңғайлы деп біздің жадымыздағы тұрған ұлттық кодтарды жоюына қарай әрекет жасап отырған адамдар. Бұл енді тек қана орыс тілді қазақ азаматтары емес, қазақша сөйлей отырып, қазақша ойлай алмайтын, осыған еліктеп кеткен адамдар тобының пайда болуы. Бұл жастардың ішінде де кездесіп отыр, үлкен буындардың ішінде де бұл не осыған қарсы бір күрес, бір жол, ол бағанағы біздің тіл қорымыздың кеңейтілуі. Екінші бір мәселесі мемлекет дегеніміз, мемлекет тарапынан көмек деген сөзді айтамыз. Мемлекет бұл біздің халықтың біріккен ұйымы, біздің ұйымымыз, біріккен ұйымымыз. Сондықтан да біз оларға өзіне тән жеке басқалар қолдана алмайтын суверенді дейміз, тәуелсіз заң шығару, заңды жүзеге асыру, заңды қадағалау мүмкіндігін беріп отырмыз ғой. Сондықтан да мен ұсынысым, өзі мойынның ұсынысы, ата заңымыздағы орыс тілі халықаралық қатынастар тілі деген статусты алып тастау керек. Бізде халықаралық қатынастар тілі қазақтың өз тілі болу керек, және ол байу керек. Сондай жағдайда ғана біз осыны үлгі ретінде алға тарта аламыз. Мысалы, еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың соңғы Ресей басшысымен кездесуіндегі қазақша сөйлеуі, ода тұрған ештеңе жоқ, қайта қуандық.
халықаралық деңгейде біз өз тілімізді жетілдіріп біртіндеп қалпына келтіруіміз керек. Сонда сөз құрал ретінде біздің барлық өмір саламызға, әлеуметтік өмір саламызға, саяси өмір саламызда түгелдей қамтылады. Демек біздің рухани байлығымызға айналады. Рухани байлық дегеніміз ол тек қана кітап, тек қана бір өнер шығармасы туындысы ғана емес қой. Рухани байлық дегеніміз біздің әр күндегі іс-әрекетіміздің жемісі, біздің ішкі болмысымыздың көрсеткіші. Адамзат тарихында мүлдем оқшаланған, арғы тегіс сақталып қалған мәдениеттер сирек кездеседі, тіпті жоқтың қасы. Тарихи үдерістер барысында мәдениеттер өзара алмаса бұрыннан келе жатқан аксиома, біз сол арқылы байымыз. Міне бағанағы мен айтып жатқан тілдің қорын үлкейтудің қорықпай, керісінше оны біздің құндылықтарымызға айландыру, біздің құндылықтарымызбен шендестіріп соған ыңғайлап, соған қолдана білу күн тәртібіндегі бір өзекті мәселе, және ол шешімін тауып жатыр деп ойлаймын. Өйткені тілді жасаушы халық. Үлкен буын бұрынғы тілдерімізді қолданып, әр жаңаға бейімделемей жатсақ, жаңа жас буын осы жаңа тілдер арқылы қазақ тілін дамыту керек. Оны түсінікті дәрежеге біз бір айтылғанына көз алдымызға елестете алатын, ассоциациялы жасай алатын дәрежеге көтеруіміз керек. Енді мына шындық, енді ақпараттық сауатсыздық мына заманда нешке халыққа айландырады бізді. Артта қалушы халықтар қалады. Ал біздің алға қарай жүруіміздің бірден бір құралы білім, тағы да айланып келген кезде тіл. Техникалық ғылымдар қазақ тілінде дамыса, бізде енді рухани әдебиет дамып жатыр ғой өзде. Осы туралы айта келіп, мынандай бір мәселеге айтайын. 4-ші слайдқа қараңыздар. Мұнда 3 ұйымның логотипі дейміз, белгісі, таңбасы тұр. Бірінші таңба, бұл бізге қуанышты жағдай. 2022 жылдан бері қарай Қазақстанда Қазақ ұлттық құндылықтар академиясы қоғамдық бірлестігі құрылды. Бұл бірлестіктің негізгі мақсаты қазақ ұлтының ұлттық құндылықтарын жаңғырту, өмірге бейімдеу, насихаттау, жастарға, үлкендерге жеткізу, сөйтіп ұлттық болмысымызды, бірегейлігімізді сақтау. Осымен айналысып келе жатыр. Бұл ұйымның, ұлттық академияның төрағасы Әділхан Төлегенұлы Дүйсебек және оның белсенді серіктері және әріптестері, үзеңгілес достар дейміз ғой қазақша айтқан кезде, Арынов Қажымхан Тоқтиярұлы, Әлмұхамбетов Берікжан Айтқұлұлы, тәлімгер ұстаз еңбек ері Аягүл Төлеқызы Миразова, Сайраш Сиқиқызы, Тұраш апайлар бар. Бұған біздің Алматы облысындағы жастардың мемлекеттік мекемесінің жетекшісі Оңғарбаева Диана Татьянқызы белсенді атсалысып келеді. Ол кісінің бастарында отырған жастарын ұлттық құндылықтар академиясымен Қазақстанда алғашқылардың біріншісі болып меморандумға отырды. Іс-шаралары бағытын анықтады. Осы жастарының жетекші маманы Қымбат Оспанқызы Диана Татьянаның басшылығымен бірлесе отырып, біздің облыста әкелер мектебін жасады. Әке көрген оқ жанар, ана көрген тон пішер дейді. Тәрбиенің қайнар көзі әке. Әке рөлін арттыру, бұл біз гендерлік саясатқа қарсылық емес, керісінше осы саясаттың дұрыс бағытта жүруі, қос тізгіні әке мен ананың бала тәрбиесіне бірдей араласуына ықпал етеді деп, ықпалы күшейеді деген бағытта істеліп отыр. Жерлерде осы шаралар жүзеге асты. Ал ұлттық құндылықтар академиясының өзіне келетін болсақ, олар қазіргі күнде Қазақстанның барлық облыстарымен, қалалармен меморандумға, бірлескен жұмыс меморандумына отырып, жұмыстарын жандандырып жатыр. Енді бұған жастарының да логотипін көріп отырсыздар, таңбасын, және осы мен әлі қызметін атқарып отырған, біраз шаралар жүзеге асырып отырған Талғар қаласындағы мамандандырылған Гагарин атындағы арнаулы лицей, оның басшысы
Эльвира Нұрмұхаметқызы, тарихшыларымыз Айдос Мұратұлы, Индира Нәлібайқызы, Гүлзат Жорабекқызы, қазақ тіл мамандары, Қарлығаш Құмарханқызы деген сияқты азаматтарымыз осы істе бар күштерін, жігерлерін салып жатыр. Мектепте ата-аналар академиясын құрдық. Негізі құндылықтарға сүйенген түсініктерді, бала тәрбиесінің бағыттарын көрсетуге, бірлесіп жұмыс істеуге әкелер мектебі құрылды. Сондықтан да барлық осы ұйымдарға, әсіресе ұлттық құндылықтар академиясына табыс тілеймін, және онымен бірлесіп жұмыс істеуге шақырамын бәріңізді. Ал енді сөзімнің соңында тағы да қайталап айтайын, өз пікірлеріңізді каналыма қалдырыңыздар. Каналда қолдаушылар болатын болса, мен дайынмын. Сипаттамада координаттарым қалдырылады. Тапсырыс беріңіздер, қандай бағытта сабақтар көргілеріңіз келетіндігі. Мен оларды ескерем, қолдан келгенше жасаймын. Келесі сабақтарымызда кездескенше сау болыңыздар.